Соның келесі жоба облыстық, республикалық деңгейдегі айтыстарда асылып, жаңағы тілеген, мынау айтпай ағаларын өкшелеп келе жатқан буын өкілдерін ортаға шақырайық. Олар Нұрмұхамед Байсүгіров пен Нұрсұлтан Рымбай. Ақындар сарайға кеп самғады ғой, Жамбылдан қалған ізді жалғады ғой. Айтыстың тақырыбын қарап тұрсам, біраз ұлы тұлғаға арнады ғой. Айтпай мен тілеген ағаларым жаңа бір сағат бойы сарнады ғой. Нұрмұхамед, біз енді шоу жасайық, ағалардан тақырып қалмады ғой. Ол рас, халық қайда, ақын қайда, тіліп айтса ол тілін батырмай ма? Ағаларым сахнаға шығып қапты, қасымызға осылай жақындай ма? Екеуі де бір жаққа отырыпты, сол жайы басымызды зақымдай ма? Ағалардың біреуі мені қолдап, мына менің қасыма отырмай ма? Наурыздың мына бізді дүйім жұрт танығандай, шапсыншы жүйріктердің бабы қалмай. Ағаларды сұрап едім, жетіп келді, Нұрсұлтанның ендеше бағы бардай. Тілеген ағам келді қасымызда, тілегенім ағайын табылардай. Наурыздың жеткен кезде нұр таңына шайырлар төріңе кеп шырқады ма? Алтай қыстан шыққасын аман есен, алтақынын шығарған жыртағына. Алаштағы ағайын арқадағы алашқаян, айналған сал серілер ұрпағына. Алтыннан таға қаққан тұлпарына, желдің өзі жет алмас сұңқарына. Қыздары қырық үйден тыйылатын, ұлдары сөз келтірмес ұлтарына. Бәріңе басым дейіп сәлем бердім, бермейді мұндай бізге күн табыла. Наурыздың 17-сі болған кезде сарайға жиналыпты жұрт ағыла. Майқұдықтан асығып мен де жеттім, халқымның жарайын деп бір қамына. Алағайын осылай қолдап отыр, қошеметке қоймассың тым тарыла. 12 айдың сұлтаны Рамазанда, 12-ден кеп тұрған сұлтаның кешсін деп Рамазандай айындалам, момын біз ақыретін уайым қалған. Жаратқан ниетіңді қабыл етсін, құлшылық қып дұғасын қайырған жан. Ақшамда аузын ашқан ағайынға бүгін тағы бір тосын сый дайындалған. Ыстығасын келер деп үйден ішіп, бұл жақта парасат той пайымдалған. Ал ендеше кеншілер сарайында шайдастархан жайылды шайырлардан.
бас болып айтпайдай қыран отыр, қасымызға келіп ап сынап отыр. Наурыз көже сияқты айтпай ағам дастарханның төрінде бірақ отыр. Жеті дәмнен жасалған сол көжедей жеті жұмыстың басын құрап отыр. Қарын қасап сақталған сары майдай қасында тілегендей жырау отыр. Мақсат ағам молочный торт секілді тәтті өлеңі бәріне ұнап отыр. Дидарды құрма десек жарасады, ауыз ашып қол жайып Құран оқыр. Мен өзімді теңейін шоколадқа, жегісі кеп мына жұрт жегісі кеп әрең шыдап отыр. Осынау дастарханның сәнін бұзып, қасымда құрдасым не сұрап отыр. Үсіп қалған кибидің келбетіндей, үсті басы жүн-жүн боп мынау отыр. Ей бе. Құрдастардың әзіл ғой аңдығаны, сырласып сахнада сән құрады. Көрерменнің көңілін табу үшін қосылың бүгін енді қам қылады. Нұрмұхамед көп көрім футболшы едің, қанатын доп тепкеннен жан құмары. Өткенде жарақатты алып қапсың, халіңді уайымдап қалды бәрі. Қазір өзі қалайсың, есенбісің, бар жандай көрінесің қалжырауы. Ал ендеше көрейік аламанда, ақсағат бізді немен таңғылады. Айтарыңда айт отыр айтағамның, аяғы кетіп қалған арғымаға. Ей. Бұл айтысты ел көптен тоспадым ма? Айтысты екі ардагер бастады ма? Елуден асқанынша айтысып жүр, риза шығарсыңдар қош шалыңа. Бірі тазы бір айтып тракторын, езу тарттың әзіл мен оспағына. Ескі Қазақстанның екі шалы естеріңнен тандырып тастады ма? Жанары жалын шашып біздер келдік, қырандай самғайық деп аспаныңа. Ендеше қолды соғып құлақты түр жаңа Қазақстанның жастарын. Аяғы кетіп қалған арғымағым деп, жарақат алғанымды толғадың кеп. Ол рас аяғымды ауыртып ап, салынбай қалдалаңда голдарым көп. Жақсы ат аяғынан қалат деген қазақтың мақалын, қазақ айтқан мақалдың жолдарын дөп. Доп тебуден қалсам да домбыраммен, ағайынға жырымды арнадым көп. Аяқтан қалсам дағы айналайын, айтысудан бірақ та қалғаным жоқ. Айтпайдың ақсағаты депке кетіп, сондықтан бүгілмесін бармағың көп. Аяғынан қалғанша алталашқа, аянбай қызмет қылған арланың көп. Айтулы ақын болып кетпесем де, айтағамдай бола алсам арманым жоқ. Бісміллә барлық сөздің басында тұр, ал енді айтарыңнан тосылма тіл. Міне бүгін мереке қарсаңында ақындар жырдан шашу шашып жатыр.
Қарағанды қазына қариядай биыл жасы 90-нан асып жатыр. Ал оның аудандары балалары жыл сайын бойын тіктеп өсіп жатыр. Мысалы Тұңғышұлы, Қарқаралы, Егінді бұлақ егізі қасында тұр. Бұқар жырау дейтұғын бір баласы бабасының жалғаған көшін батыл. Нұра мен Асақарлы мал өсіріп, егін егіп алады асыл дақыл. Ақтоғай өнер қонған перзенті ғой, Абайдың бойында күш тасып жатыр. Ортаншылы Шежірелі Шет ауданы, шет қалып светтері өшіп жатыр. Ортаншылға қарайлап қойсаңдаршы, қашан жарық берет деп тосып жатыр. Жалғыз қызы Жаңарқа ұзатылып, Ұлытауға келім боп қосылды ақыр. Сонда да Қарағанды әкесіне етіменен қымызын тасып жатыр. Қария Қарағанды осылардың барлығын бауырына басып жатыр. Бүгін қара шаңыраққа шақырып ап, көрісіп сағынышын басып жатыр. Ұлыс күнін бірге қарсы алайық деп, ұл қызының бастарын қосып жатыр. Мейрамда келмеп еді өкпелегім, келеке қып Нұрсұлтан төкті өлеңін. Бет аузы жүн-жүн болған кивисің деп, айтқан сөзден Нұрсұлтан шап беремін. Жарайды киви болсам несі жаман, одан түсіп қалмайды бақ беделім. Тропикалық жеміс қой таптырмайтын байлардың столынан көп көремін. Мен де сондай бағалы боп тұрмын ғой. Жүнім көп болса дағы бетте менің, сыртым жүн-жүн болса да кивисінді, ішімнен төгіледі тәтті өлеңім. Нұрсұлтан, сен не деген оңбағансың? Теңеудің күшсін өзіңе таңдағансың. Мені киви өзіңді шоколад деп, өзіңді де елді де алдағансың. Неге ұқсайтыныңды мен айтайын, шындық айтсам несіне шамданарсың? Мен жарайды кивимін, сен Нұрсұлтан, меніңше салбыраған сарбанансың. Тәуір теңеу таппадың ағам болып, отырсың жақсы сөзге сараң болып. Болатын шаруаға көшейікте отқанша кивименен банан болып. Маймылдың сүйіктасын қоя тұрып, келенді айтсайық адам болып. Нұрсұлтан айтыстағы шын досымдай, шын дос бар айтыңдаршы кім досындай. Құрдасымда сүйінші жаңалық бар, айтайын ағайынға сыр жасырмай. Бұйырса жақын күні әкетанат, қызды боп қуанышы бір басылмай. Құттықтап бір қол соғып қойыңыздар, жаңалық бола берсін жыл досындай. Құрдас саған бір ұсыныс айтайыншы, айтпайынша тағатым тұр басылмай. Менің де білесің ғой екі ұлым бар, арқардың арша мүйіз құлжасындай. Бабалардың дәстүрін бір жаңғыртып, көрсетіп көпшілікке үлгі осындай. Құрашейін құрдас болып жүргеніңше, құдан болсаң қайтеді құрдасымдай.
жатқанда сарыарқада сауық болып, кетсін жел жырымызға қанық болып. Құдан бол деп басталған әңгімеңе Нұрмұхамед қалдық қой қарық болып. Үйімнің барлық сырын жая салдың, отыр деп қарамайсың халық көріп. Әйелім жүкті екенін біліп апсың, мен сенен қалдым досым қауіптеніп. Ол аздай қыз туады деп қояды, қарағандай өзейге салып көріп. Гинеколог екеніңді естімеппін, жоқ әлде кеткенсің бе тәуіп болып. Қарқының сенің бұлай үдемесін, қыз көрсең аламын деп тірелесің. Жұлдыз ай мен хикаяңды ел біледі, гүл беріп жарым бол деп тілегесің. Қуандықпен айтысып өткен жолы, жалғайық деп бабалардың міне көшін. Оғанда құдан бол деп қолқа салдың, білем бұл жағдайдың бір емесін. Енді келіп мына маған қызыңды бер дейсің де неменеге шіренесің. Соңғы кезде не болған саған осы досым-ау, бір түрлілеу жыр өресің. Айтысты әп-әдемі бастайсың да, соңында қалаулым қып жібересің. Ай-ей-ей-бе. Жырға бөлеп арқаның кең даласын. Көрініп қалайықшы көпке дара, жырымыз кетпесінші текке ғана. Алағайын микрофон өшік қалды, свет жоқ деп ойлап ем шетте ғана. Жырға бөлеп арқаның кең даласын, көрдіңдер осы өлкенің бел баласын. Сарбанан деп тиісіп отырсын ғой, бұл сөзіңді кешірмес енді алашым. Сарыларға тиіспей тыныш отыр, сахнада жалғыз қара сен ғанасың. Жыр айтсақ ел көңілі қанады ғой, қуаныштан көзден жас тамады ғой. Айтпай мен тілеген ағаларды ескі Қазақстанға балады ғой. Солардан кейін шыққан екеумізді жаңа Қазақстан деп санады ғой. Біріміз Нұрмұхамед, біріміз Нұрсұлтанбыз, біздің де жаңарып тұрғанымыз шамалы ғой. Ай-ей-ей-бе. Дей алман Нұрмұхамед нақтанасың, кейде жалған сөзді көп ақтарасың. Жұлдыз аймен ақыры не болдыңдар, ашып айт ел алдында ақ қарасын. Сахнада гүл беріп жүгіргенге деп ойладық сол қызды нақталасың. Бұл күні бірақ жарың басқа сұлу, тірлігіңмен таңғалдырып шок боласың. Өткенде де журналистер шағымданды, өзіңді бір күн іздеп таппағасын. Айтаға ток-шоуына бармай қапты, көрейік енді не деп ақталасың. Байқаймын соңғы кезде Нұрмұхамед, уәде бересің де жоқ боласың. Доп тебетін дәуренің тоқтағасын, құлақтан көп тебетін боп барасың. Ай-ей-ей-ей. Тәуіп деп құрдасыңды сен күйелеп, түсіндіріп айтайын сәл жүйелеп.
ар жақта отқан тілештел сары әулие дейді. Сол кісіден алғанмын тәрбие көп, тілегеннің басына бір түнесең, тәуіп түгіл кетесің әулие бобай. Әулие боп талай жердің дәмін таттым, дем салып дұға оқып елге жақтым, гәкку гәгәгәгәй. Ішінде ұлма қызба узисыз ақ, екі қабат әйелдердің бәрін таптым, гәкку гәгәгәгәй. Гәкку гәй, гәкку гәкку гәгәгәгәй. Еске сап бойдақ күнді қайғайдағы, әңгімені бастадың шалғайдағы. Жұлдыз айды алам деп алмадың деп, құрдасын жауап қалып жарғайдады. Екеуміздің серттескен түгіміз жоқ, сахнада жасалған шоу ғой бәрі. Өйткені тәрбиеден аттап кетпей, ұлың намыс ал қызың арды ойлады. Жұлдыз ай сол айтыста жүлделі боп, жанды ғой танымал боп таудай бағы. Еліне бара салып содан кейін ұзатып жіберіпті ауыл аймағы. Бұл күні бақытты әйел бақыттана, қонағына берілер балдай дәмі. Теңін тапқан екен деп біз қуандық, ханшайымға тап болып қандай жары. Құлақтан тептің ғой деп ұл Нұрсұлтан, таудай кіні артады талмай жағы. Қайта мақсат екеумізге рахмет айт, бітірген ісіміздің бардай мәні. Жұлдыз айды жұп қылып алмасақ та, жұлдызын жағып бердік маңдайдағы. Мынаны жіберді екен үгіттеп кім, алаяқ деп ағайынға күдіктеттің. Құрдасым деп отырсам мына маған, қапталымнан қақпанды құрып кеттің. Ақыры кәсягімді айтып қалдың, мен де айтайын сен жайлы бүлік көптім. Мен құлақтан тепкенде сен де біраз құлақтарға лапшаны іліп кеттің. Қай бір жылы ұлыңа той жасадың, ақбатасын алам деп ұлық көптің. Тұсауын айтағама кестірем деп, жеңгемменен екеуін үміттеттің. Қайшыменен жібін алып келген кезде, сертіңнен тайып сен де қуып кеттің. Жеме-жемге келгенде айтпай емес, назарды басқа адамға бұрып кеттің. Тұсауды ақырында дидар кесіп, айтағамның ауызын ұрып кеттің. Көңілі айтағамның көл емес пе, кешірді жүрегі де кең емес пе. Мұндайда менің атым қожадағы сұлтан дейтін кейіпкер келедеске. Жасай берсін Жұмағұл деп Жұмағұлдың қымызын ішіп етін де жедемес пе. Ал мына Нұрсұлтанға қарап тұрсам, сол сұлтаннан еш жері кем емес те. Жасай берсін Жұмағұлып деп айтағамды алдап кеткен алаяқ сен емес пе. Көбісіңе қарасам көңіл бөле, селкеу түсіріп жүрсің ғой сенімге де. Жұмағұлдың айтпайын алдап кеттің, тұрса да ас ұсынып төрін бере. Кинодан іздеп жүрген сол сұмырай сұлтандар бар екен ғой өмірде де.
жырларың сенің қандай жаман болсын, ел неге қошеметке сараң болсын. Ол рас ондай жағдай болып еді, Құдай ау сол бір күнім қараң болсын. Білмеймін сол күніне қара басты, әйтеуір бейбітшілік заман болсын. Сахнада сұраймын бір кешірім, жанашыр айтпайдай ағам болсын. Құдайым бесігіме бере берсе, несіне ағаларым алаң болсын. 10 жылдың тұсауын кестіремін, оған дейін айтағамда аман болсын. Ай-ей-ей-ей. Жамбылдан қалған жолды жалғаймыз ба, көгінде аламанның самғаймыз ба. Тірлікте талай қате жібердік қой, қадамның бәрін бірдей аңдаймыз ба. Сұлтанға мені теңеп Нұрмұхамед, итергелі отырсын қандай мұзға. Жарайды мен егерде сұлтан болсам, онда сені қожа деп таңдаймыз ба. Кинодағы қайталап эпизодты мынау елдің есіне салмаймыз ба. Сұлтан құсап мен өтірік жеңілейін, ар жағын содан кейін қамдаймыз да. Арасынан қыл өтпес достар едік, жүлдені де қылдай бөліп алмаймыз ба. Ей-ей-ей-бе. Айтыстың бүгін қызды аламаны, халықтың да сол болар қалағаны. Нұрмұхамед осымен аттанайық, берілсін елдің бізге бағалары. Өтінішім бар менің осымды отса, елдің тізгін ұстаған ағалары. Мына досым әлі күнге жұмысшы жүр, ашылмаған трудовой парақ әлі. Тілеш ағамда жұмыс сұрап отырғандай, маған қарап еңкейіп шамалады. Досыма жұмыс тауып беріңіздер, қуансын үйдегі әйел балалары. Мынау ел қошеметін соғып отыр, сол болып тұр халықтың да қалағаны. Әй, бірақ бұған жай жұмыс жарамайды, сері қой сауық құрған даладағы. Аптаның 6 күні тойда жүрет, бір күн ғана жұмысқа бара алады. Түстен кейін басталуы керек, сосын сонда ғана ұйқысы қаналады. Осындай жұмыс болса беріңіздер, директор елдің әкім қаралары. Жұмыс тауып мына досым тым құрыса, азайсын бір безделник қаладағы. Ей-ей-ей-бе. Дейсің бе жұмыс тауып бер аламын, сұлтанға енді қалай сен аламын. Онсыз да менің қолым босамайды, қайда барсам Құдайға шүкір төр аламын. Понедельник жұмаға дейін жұмыссызбын, суббота воскресенье дем аламын. Жұмыс істі деп қоясың ел сияқты,
талантқа жұмыс көп қой мен сияқты. Құдай берген өнерім өлтірмейді, терезем өзге жұртпен тең сияқты. Безделник болсақ дағы Құдайға шүкір, алатын орынымыз төр сияқты. Сенің де қатырғаның шамалы ғой, трудовой книжкасын көрсі ятты. Мектепке мұғалім боп одан шығып, политехті көріп ең төр сияқты. Жыл болмай ол жерден де босап кетіп, дедің ғой оны мұтсы жөн сияқты. Одан да 2 ай болмай шығып кеттің. Маңдайдан шыққан ащы тер сияқты. Құрдас-ау сен тышпаған тау қалды ма? Бір жерге тұрақталған жөн сияқты. Сөйтіп жүріп мына маған ақыл айтып, жұмыс істе деп қоят ер сияқты. Қайта жұмыс істемей жүрген жақсы, кіріп шығып жүргенше сен сияқты. Құрдастың осы жері ұнамайды, құрдасын құрдас қалай сынамайды. Бұл қазір майқұдықтың мәдениет сарайының есігін сығалайды. Өйткені қазір сондай жұмыс істейді. Құрады шәкірттерге жыр арайлы. Аман келді бастығы осында отыр, қалайша орынынан тұрамайды. Аман келді орынынан тұрған кезде, ел қалай қошеметін ұрамайды. Ау жеке бұл баланы байқаңызшы, жоспарыңды быт-шыт қылады күл арайлы. Апта сайын кетіп қап, той-думанға тіпті сенен рұқсат та сұрамайды. Мұның сұрын мен жақсы білемін ғой, оған қалай ағайын күламайды. Басқа адам қарастыра бересіз ау. Өлге тұтқан балаң емулабайды, сақынада шекті қой бұда қайғы. Ол Нұрсұлтан 3 айға шыдамайды, біздерге микрофонда шыдамайды. Сен емессің аузымды құлыптаған, мен мұнау ағайынды ұмытпаған. Жұмысты көп істемей тек қояды, болды ма құрдасыңның қылықтарын. Жағынуды білмеймін жалпаюды, жанмын ғой тәшеніпті ұлықтаған. Әй досым білесің бе көп жұмыстан, кіруді білмегесін шығып қалама. Рахмет. Қырандай сахнада самғайсың ба, ағалар жүрген жолды жалғайсың ба? Мен сені жұмысқа тұрғызбақпын, сен мені шығаруды қамдайсың ба? Шын досым жаным ашып айтып тұрмын, құр босқа жүруден сен талмайсың ба? Қасыңда отқан айтағамның 7 жұмысының біреуін әй сұрап алмайсың ба? Бір қайырыңыздар. Онсыз да біраз жерге бардыңдар. Қалайша ақындарың толғатқан жоқ, шырқа деп айтып жатыр залдаттандап. Ау жәке бір мұрсатты беріңізші,
арқада күнде айтыс боп жатқан жоқ. Көңіл күй сыйлайықта ағайынға, осылай қызметіңе жарайында. Айтпай ағам қасымда отырғанда, ау жәке айтып қалайында. Бұл маған жұмыс тауып берем дейді, осылай жарамызды дәлемдейді. Айтағамның бар еді айтағамда бар еді 7 жұмыс, еңбегі қалай ғана еленбейді. 7 жұмыс болғанмен 6-ауының ақысы айлығы да төленбейді. Жұмыс десе қалайша тұра қашам, еңбек етіп жүрдейсің сірә қашан. Қалған 6 жұмысы келмейді маған, депутаттық жұмысын сұрамасаң. Нұрмұхамед жамбысың заңға қатты, айтатын әңгімесін аңдамапты. Ұйқыны жақсы көрет деп едім ғой, сөзіміз дәлелденді сондан ақты. Айтағамның жұмысының көп жұмыстың арасынан ұйықтайтын жұмысын таңдап аптауа. Қызыл тіл қайрайлатын қылыш болды, ел айтып жүретұғын ұлыс болды. Ұйықтайтұғын жұмысын таңдадың деп, құрдасым қапталымда күліскенді. Мен былтыр күміс домбыра айтысына барып келіп, кеудеме ырыс қонды. Облыс әкімінің жүлдесін ап, миллион алып жағдайым дұрысталды. Жылдың үздік ақыны атандымда, шаңырағыма шаттық пен ырыс қонды. Одан соң Шахтинскінің әкімінің сыйлығын ап, көңіл күй дұрыс болды. Ұйықтап жүрсем дағы мына сенің біраз шаруа бітіріп жүрмін ғой мен. Жақсылардан жақсылық жұғыс болды, ұйықтасам да мына сенің түсіңізге ешқашан кірмейтұғын жұмыстарда. Қоштаста қоштасайық досым мейлі, артық кетіп ақындар есірмейді. Аман есен босансын жеңешеміз, таңдарсыңдар қызыңа есім мейлі. Қарашаш жеңгем әлі өкпелеп жүр, ұялмай бұлда барып асын жейді. Есімін Қарашаш деп қоймасаңыз, мерейіңді айтағам өсірмейді. Айтпай ағам мына сені кешіргенмен, Қарашаштай жеңгеміз кешірмейді. Көрермен зал қосылай толу керек, көңілге қар өлеңім қону керек. Оң жағымнан әулие сыбырлады, онда маған бірдеңе қону керек. Бағана сен қызымды сұрағасың, ол жайды да ел алдында шолу керек. Қызымыз Қарашаштай болып жатса, сенің ұлың жиреншедей болу керек. Рахмет. Нұрмұхамед Байсүгіров, Нұрсұлтан Рымбай. Қадірлі ағайын, мынау